Қайырлы кеш, құрметті әріптестер. Сіздерге керемет ашық сабақ үлгісін көрсеткім келеді. Бұл жерде 9 сыныпқа арналған тригонометрия формулалары Сәлеметсіңдер ме? Балалар, сабақтың бүгінгі мақсаты сабағымызда бұрыштардың біз математиканың қосындысымен қызықты да айырымның маңызды қырларымен формулаларын танысамыз. қорытып шығарады Математика және логикалық қолданады. ойлауды Жасанды дамытатын, интеллектпен жасалған. дәлдікке, ұқыптылыққа және оймен жұмыс істеуге үйрететін ғылым. Осыны шығарамыз. Неге, иә? Так. Сабақтың бастамас Айналайын бұрын Абай балақайларым, атамыздың батасымен зейіндерің күндей ашылсын, психологиялық ахуалға ойларын өнерлі бол, ел теңіздей сүйсінер ер терең бол, болсын. бағың беселі болсын, Ақыл тоқтал деген сияқты. қалталарың айналайын балақайларым. Сосын әжемен бірге топқа бөлінеді. Бұл жерде оқушы санына қарап, 3 топқа бөлсеңіздер де болады былай. Егер оқушыңыз аз болса, 2 топқа да бөлуге болады. Мына жерде сандарды өшіріп тастай саласыздар, иә. Әжемен бірге топқа бөліну. Сосын принтер әдісі арқылы үй жұмысын тексересіздер. Үй жұмысын мінекей үй жұмысына осы есепті бергенсіздер. Яғни осы жерде 4 есеп бар, осы принтер әдісі арқылы тексересіздер. Кейін миға шабу қайталау білім айнасы математикалық футбол ойыны бар. Бұл қазір жеке слайдта тұр. Оны көрсетемін. Тригонометрия формулаларын қайталап жазғызасыздар оқушыларға. Осы жерде қосу формуласы бар. Тригонометрия формулалары бұрыштардың қосындысы мен айырымның формулаларын үйренеміз және тапсырмалар орындап есептеп шығарамыз, иә. Так, топтық жұмысқа практикалық тапсырма синустар, косинус, тангенс, котангенс, яғни бұл жерде 4 топ, 3 топқа бөлінсе де болады, 4 топқа бөлінсе де болады. Дискриптормен мына жерде топтық практикалық жұмыстың жауаптары берілген, иә. Мына жерде мына жауаптар тұр, қалай шығару жолдарымен. Одан кейін мына жұптық жұмысқа сәйкестендіру, пазл сияқты дескриптормен берілген жұптық тапсырмаға осы есептерді береміз. Сосын оқулықпен жұмысқа, оқулықта 4-96, 4-98, 4-102 және дескриптор болады. Сосын мына жауабы 4-102 жауабы 496. Сосын сабақты бекітуге Learning Apps платформасын қолданасыздар. Былай сілтемені бассаңыздар, осы слайдтың ішіне кіріп кетеді. Мінекей ашылып жатыр. 1-2 секунд күтесіздер. 1-2 секундтан соң бұл сілтеме ашылады. Осы жерде Learning Apps'та сабақты бекітуге, яғни мына есептерді шығарады. Егер дұрыс болса, мына басасы, егер дұрыс болса, жасыл жанады. Мына белгілегеніз қате, демек 1 деген жауап дұрыс деген сөзі. Келесі өтесіздер. Осылай 6 есеп бар. Оқу мақсатына сай алынған тапсырмалары. Бұл жерде оқушылар формуланы қолданып, түрлендіріп шығаруын қамтамасыз етіңіздер. Дәптерге орындалуын міндетті түрде қараңыздар, иә. Өте жақсы есептер, сараланған, жүйелі құрылған тапсырмаларды көрсеңіздер. Бұл жерде 6 есеп бар. 6 есепті шығарасыздар. Сосын кері байланыс, рефлексия аласыздар, балаларға. Бағалау сабақтың өн бойында жүргізіледі. X-ті басасыздар, шығып кетесіздер. Қайта сол слайдыңызға келеді. Енді сайыс сабақ болған болса, сайыс ретінде әр топқа балл қойсаңыз болады. Немесе оқушыларды жеке-жеке бағаласаңыздар болады. Мысалы, оқушының аты-жөнін алдына жазып қоясыздар ғой. Үй жұмысын орындады 2 балл. Сіз бұларды ең соңында көрсетесіз. Бағалау осылай жүргізіледі. Өте керемет қой. Ал оған дейін сабақтың басында әр оқушыға бір бағалау парағын беріп қоясыз, әр топқа, иә. Сол топтар жазып отырады. Кейін сабақ біткен соң осы жерге өздерінің балдарын жазып көрсететін болады. Сосын менің сұрағым бар. Түсінбедім. Егер сұрағым бар десе, мына қызыл, барлығы түсінікті. Мына жерде бассаңыздар тоқтайды. Сосын сұрағым бар десе, екінші тұрған басылады. Өте керемет, жасанды интеллектпен жасалған. Менің сұрағым бар. Рефлексия. Енді қымыршысын көрсетейін сіздерге. Қымыршыда осы слайдта айтылғандардың бәрі көрсетілген. Қымыршысы өте жақсы жазылған. Енді бұл формулалар болғаннан кейін жазу біраз қиынға соқты. Ұзақ уақытты алды десек те болады, өйткені тригонометрияның формулаларын білесіздер, әріптестер, өте күрделі. Міне сабақтың мақсаты топқа бөлу барлығы қамтылған. Міне есептердің шешуімен тұр мына жерде көрсеңіздер. Қымыржыда барлығы дұрыс жазылған. Практикалық тапсырманың жауаптары, дескриптор, сәйкестендіру, осы жерде барлығы жеке-жеке айтылады. Learning Apps тиянақты нақты жасалған. Математикалық футбол ойыны бұл жеке слайд. Бұл жерде
яғни бір слайдқа қоспадық, өйткені бұл біраз слайд екен, 8 слайд. Немесе қоссаңыздар да болады сол слайдтың ішіне. Міне шығасыздар, развернуть етіп шығара саласыз. Косинус 0 градуста неге тең? Мына жерде варианттар тұр. Міне 1 болса осылай баратын. 0 дейді. Міне тангенс 45 градуста мана 8 түрлі не бар бұл жерде. Синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа нені береді? 1-ді береді. Міне формулалар. Косинус пи-дегі мәні неге тең? -1. Осылай. Тангенс 45-те неге тең? Осының бәрін балалар ойнап шығарады. 90 градуста неге тең? 360 градуста неге тең? 8 есеп бар, әртістер. Назарға тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер сабақ ұнаса, мен WhatsApp нөмірді қалдырамын, сол жерге жазыңыздар. Бағасы өте тиімді, қолжетімді бағада. YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламат